Қайырлы күн, оқушылар. Қазақстан бүгінгі әлемде Қазақстанның өткені мен келешегі бөлімі бойынша сабақтың тақырыбы ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаттары. Мәтінде көтерілген мәселені қоғамдық саяси, ғылыми талдай отырып, негізгі ойды анықтау және ғаламдық мәселелермен салыстыру. Таза ғылыми стильді тілдік құралдар арқылы тану. Терминдер, ұғымдар, шартты белгілер, синтаксистік құрылымы. Оқушылар, берілген суреттер бойынша қандай ортақ ұғым жасауға болады? Әрине, бұл ұлы даланың 7 қыры. Оның алғашқы қыры, атқа міну мәдениеті туралы бүгін сөз қозғамақпыз. Алдымен тыңдалым мәтініне назар аударайық. Кеңістік барлық нәрсенің, ал уақыт бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында атқа міну мәдениеті және жылқы жануары туралы жан-жақты мәлімет берді. Жылқы қазақ халқының сенімді серігі, ел таңбамызда қанатты тұлпар бейнеленуінің сыры осында. Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне ұлы даладан тарағаны тарихтан белгілі. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді. Атқа міну мәдениеті салт атты жауынгердің ықшам киім үлгісін дүниеге әкелді. Ат үстінде жүрген көшпенділер тақымына басқан сәйгүлігіне неғұрлым еркін мініп жүруі үшін биік ер-тұрман мен үзеңгіні ойлап тапты. Бабаларымыз шапқан аттың үстіне садақ тартуды барынша жетілдірді. Қазақстан аумағында өмір сүрген түркі тайпалары ойлап тапқан тағы бір технологиялық жаңалық бұл қылыш. Оқушылар, сендер атқа міну мәдениеті туралы толық ақпарат алдыңыздар деген ойдамын. Олай болса, оқу мақсатына сай тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінде көтерілген мәселені анықтаңыз. Мәтінде көтерілген қандай мәселе? Ойланып көрейік. Жауабымызды салыстырайық. Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы ұлы даладан тарағаны тарихтан белгілі. Жақсы, осы мәселенің қоғамдық саяси сипатын анықтап көрейікші. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал ғылыми сипаты қандай? 5 қаруын асынған салтатты сарбаз, айбарлы көшпенділер империялары тарих сахнасына шыққан дәуірдің символына айналды. Жақсы, олай болса, екінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. Дескриптор: негізгі ойды анықтаймыз, ғаламдық мәселемен байланыстырамыз. Оқушылар, мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді еске түсірейік. Ықшам киім салт атты адамдардың ат құлағында ойнауына, ұрыс кезінде еркін қимылдауына мүмкіндік берді. Еуразия көшпенділерінің маңызды әскери жаңалығына мұздай темір құрсанған атты әскер осылайша пайда болды.
Бабаларымыз шапқан аттың үстінен садақ тартуды барынша жетілдірді. Жақсы, енді осы сөйлемдерді ғаламдық мәселемен байланыстырып көрейік. Теңге ілу, көкпар, бәйге ұлттық ойындарын қазір әскери жаттығуларда қолдана бастаған. Елімізде ат үстінде отырып садақ ату спорты қолға алынбақ. Қазақстан мен Жапония арасында осы спорт түрін дамыту туралы меморандумға қол қойылды. Қазақстан Республикасының Мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан ат спортының жанашыры. Атқа міну сал ауруынан айығудың бірден бір емі. Жарайсыңдар оқушылар. Оқу мақсатына сай 3-ші тапсырманы орындайық. Дескриптор, мәтінді түсініп оқимыз, ғылыми стиль жанрына талдау жасаймыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің табысты болуының кепілі, өткен тарихын нақтан тұтып, бүгінгі жағдайды нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту деген еді. Сондықтан өткенді зерделеп, бүгінгіні бағалап, келешекке сеніммен қадам жасау үшін тарихи сананы жаңғырту қажеттігін нақты мысалдармен түйіндейді. Соның бірі атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы ұлы даладан тарағаны тарихтан белгілі. Осы мәтіндегі терминдерді тауып көрейік. Тарих, мәдениет, стилі, ғылыми стиль, жанры, мақала, сөйлем құрылысы, хабарлы сөйлемдер жиі кездеседі. Керемет оқушылар. Олай болса, бүгінгі сабақ бойынша өзімізді бағалап көрейік. Маған бәрі түсінікті. Мен есте сақтадым. Сұрақтар пайда болды. Түсінбедім. Өздеріңізді әділ бағалады деген ойдамын. Оқушылар, сіздерге өзіндік жұмыс ұсынамын. Ат әбзелдері деген тақырыпта таныстырылым дайындайсыздар, ғылыми стиль ерекшеліктерін сақтайсыздар. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біздер мәтінде көтерілген мәселені қоғамдық, саяси, ғылыми талдай отырып, негізгі ойды анықтадық және ғаламдық мәселелермен салыстырдық. Ғылыми стильді тілдік құралдар арқылы терминдер, ұғымдар, шартты белгілер, синтаксистік құрылымын дәлелдедік. Атқа мінуді күнделікті жаттығуға айналдырайық. Келесі кездескенше.